Өзіңіз бизнес саласына қалай келдіңіз? Осы жайында толығырақ тоқталып кетсеңіз. Жалпы бизнес саласына 2002 жылы Казгу университетін бітіріп, Ордабасы корпорациясына барып жұмыс істедім. Сол корпорацияда әртүрлі бөлімдерде жұмыс істеп, кейін бірнеше жылдан кейін Астанаға көштік. Астанада сол әртүрлі кәсіппен айналыстық та. Тендерге де қатыстық. Осы соңғы 3 жылдың ішінде осы ауыл шаруашылық саласына келіп тірелдік, былай айтқан кезде. Осында бұл салаға келуімнің себебі әкем себепші болды. Әкем осы саланы қызықтырып, шақырып, осындай жұмыстар бар деп. Соны былай келіп қарасақ, дәл осы соңғы 4-5 жылдың ішінде ауыл шаруашылығын өзі қатты қолдап жатыр ғой, біздің президентімізден бастап та, елбасының ағаларымыз. Біздің қазіргі істеп жатқан жұмысымыз сүтті тауарлы ферма, 800 басқа арналған ферма соқтық. Енді бірінші этабын бітіріп, екінші этабын бастап жатырмыз қазір. Осы жылдың басында 400 бас галштин фриска сауын сиырын алып келдік Канададан. Енді оның барлығы төліп, қазіргі таңда бір күнде 8 тоннадай сүт өткізіп жатырмыз фудмастерге, алтын дәнге. Енді осы 1-2 айдың ішінде тағы 400 бас алып келуіміз керек. Бұл жобадан кейін екінші жобамыз бар, қосымша осы жобаға. Бұл мынау жүгері өнімі, жүгері соя. Бұл өнім қазіргі таңда барлық жерде өте қажет. Біз суармалы жерге және тамшылатып суаруға жобамен 1000 гектардай биыл игердік. Осы 2 жылдың ішінде енді жеріміз жетеді. Жалпы айтқанда 6000 гектардай жеріміз бар. Соған жылдан жылға көбейтіп осы жерді игеруіміз керек. Жалпы өте қызықты екен. Ал өз бизнесіңізді бастар алдында бір қиыншылықтарға тап болдыңыз ба? Болса қандай? Өз бизнесімізді бастап жатқан кезде, әлі де бастап істеп жатыр десек болады. Біз әлі бастаушы компаниялардың қатарындамыз. Жалпы әкімшіліктен, сосын бізді мен әкімшіліктен жергілікті өңір болғаннан кейін жер беру бар, басқа жағынан әртүрлі органдардан көмек болады ғой енді. Жаңағы СЕС дейміз, анаусы дейміз, проектілерге қатысты барлығы нелерден. Бұл жағынан жалпы айтқанда анау айтатындай бір қиыншылық көрген жоқпыз. Өйткені әкімшілік тарапынан қатты қолдау көрсетіп жатыр. Екіншіден, бізді қаржыландырып жатқан институт ол Казагро қаржы Астанадан. Ол институттан да айтатындай қиыншылық көрген жоқпыз. Өйткені жұмысымыз бәрі шешіліп, болады арасында әртүрлі кішігірім проблемалар, бірақ документті жүзінде оның бәрі уақытында шешіліп, жұмысымыз алға басып, қаржыландырылып, жұмысымыз жүріп жатыр. Жалпы мемлекет тарапынан айтарлықтай жақсы дейсіз ғой? Айтарлықтай жақсы. Екінші жағынан қазір субсидияны да айтсақ, ауыл шаруашылық управление дейміз ғой, управление сельского хозяйства, да? Ол жақтан да бұрын субсидияның артынан жүгіріп, қашан жібереді, төлейді екен деп жүгіріп жүрсеңіз, қазір уақытынан бұрын төлеп қойып жатыр, былай айтқан кезде. Барлық жағынан қолдау өте күшті. Сондықтан ол жағынан қуаныштымыз. Түсінікті. Енді осы жұмыс барысыңызда сіз және сіздің компанияңыз қандай жетістіктерге жетті? Атап өтсеңіз. Енді бірінші жобамыз сүтті тауарлы ферма деп жатырмыз ғой. Бұндай шетелден осы сауынды сиырларды Қазақстанға, то есть осы Шымкент облысына бірінші рет деп алып келіп отырмыз деп айтсақ болады. Әрине, одан кейін үлкен көлемде 800 баста, былай айтқанда үлкен ферма 800 бас, сол Шымкентте алдыңғы қатардағы ферма деп есептесек болады. Одан кейін екінші айтатын мәселе, біздің президентіміз айтады ғой, постоянно, әрқашанда
тамшылатып суару біздің болашағымыз дейді. Сол тамшылатып суаруды оны да үлкен көлемде бірінші болып осы оңтүстік өңіріне жүгеріге 300 гектар жобасында қойдық. Міне өнімін қазір алып жатырмыз. Осы бір апта бұрын алтын күзде бірінші орын деп жаңағы жүгеріші деп алтын медаль несін берді. Әкімнің марапаттау қағазымен. Керемет. Ал осы 5 жылдан кейін компаниямызды қалай елестетесіз? Жоспарларыңыз қандай? Алға қойған мақсаттарыңыз? Алға қойған мақсаттарымыз бар әрине. Олсыз тағы болмайды. Біріншіден, мынау біздің жер көлемі, суармалы жер көлеміміз 6000 гектарға жақын жетті. Сосын тағы да қосымша жер алсақ деп жатырмыз. 5 жылдың көлемінде жалпы 10.000 гектар жерді игерсек деп жатырмыз. Осы жобамен, жүгерімен сояны егіп. Одан кейін мынау сауын сиырдың басын қазір 800 жеткізсек, 5 жылдың көлемінде 2000-ға жеткізсек, 2000 басқа жеткізсек деп жоспарымыз бар. Одан ары қарай оның ішінде кете береді. Сонша сиыр болғаннан кейін оның төлі де сонша көп болады. Одан кейін жаңағы етті бақыттағы бұқаларды дейміз, сояға. Оның да көлемі кетеді. Оны да бір еттің қазіргі жоспарымызда алдағы жылдарда бір 100 тонна ет жоспарымызда болса, ол кезде әрине 200-250 тоннаға деп мына бір жобаны үлкейтсе, екінші жоба өз-өзімен аралап кете беру керек. Жоспарларымыз бар. Завод ашсақ деп те жоспарлап жатырмыз. Енді маркетинг анализ жасап жатырмыз. Оның барлығын өзі айтып қазір осы салада жұмыс істеп жатырмыз. Жалпы осы жоспарларымыздың жүзеге асуына тілектеспіз. Ары қарай сіз Қазына жер ЛТД компаниясының директоры болып келесіз ғой. Өзіңізді қандай басшы деп санайсыз? Қатал ма, жұмсақ па? Әлде әділетті ма дейсің? Енді қысқаша айтқан кезде қатал жерде қатал болу керек, әділетті жерде әрқашанда әділетті болып отырсамыз, жұмсақ жерде жұмсақ болып отырсамыз. Осы компаниямызда қол астыңызда қанша қызметкер жұмыс жасайды? Қазіргі таңда 100 адамнан аса. Жалпы олар қандай талаптар бойынша сізге жұмысқа тұрады? Енді бухгалтериядан алсақ, мысалы үшін ол бухгалтер әрине өз маманы болу керек та. Заңгерде өз маманы болу, финансисте өз маманы болу, ол белгілі нәрсе. Ал мынау егіншілікте біріншіден бригадирлер, одан кейін енді бригадирлеріміз өзінің жаңағы жүгеріні қалай егу керек, қалай өсіру керек, о жағын өзі білу керек. Одан кейін жаңағы сушылар, оны енді білмеген адамды үйретеміз, бригадирлерді үйретіп жатырмыз. Біз уже 3 жылдай болды. Кішкене опытымыз болып. Одан кейін мынау сүтті тауарлы фермамызды алсақ, әрине ол жерде мал дәрігерлер бірінші таңда жақсы мықты маман болу керек, басшысы мықты болу керек, зоотехник дейміз, ол да мықты маман болу керек. Оның барлығы бізде бар, жақсы, барлығы өздерінің жұмыстарын жақсы біледі, жақсы меңгерген мамандар. Олардың барлығы осы жергілікті тұрғындар ма, әлде шетелден алып келетін мамандар бар ма? Зоотехникден мал дәрігеріміз және басшымыз фермадағы. Олардың барлығы осы қаладан, бұрында сол салада жұмыс істеген. Бұл жағынан өте ондай мамандар табу өте қиын қазіргі таңда. Бірақ қазіргі таңда біз жас мамандарды алып, кеше бітірген мал дәрігерінің оқуын кеше бітірген жас тәжірибесі жоқ мамандарды алып үйретіп жатырмыз. Соны тағы да көбейтеміз. Өйткені алдымызда жоспар бар, мал санын көбейту, тағы да ферма салу деген сияқты. Сондықтан бізге мамандар керек болды. Ол мамандар біз қазірден дайындап жатырмыз. Жалпы сіздер осы орта және кіші бизнеске қосып жатқан үлестеріңіз мол екен, тыңдап отырсам. Ал осы облысымызда
орта және кіші бизнесті дамыту үшін не істеу керек? Сіздің ойыңыз? Енді президентіміз айтып жатыр ғой, мынандай көмек беріліп жатыр, мынандай субсидия беріліп жатыр. Осы көктемде Сарыағашта келген кезде кездесуге бардым. Енді бұдан артық не керек сендерге деп айтты да. Ол жерде сөздің қысқасы. Мына жаққа барсаң да қазір жақсы жағдай жасап қойған. Мына жағына барсаңыз да жақсы жағдай жасап жатыр. Енді тек қана жұмыс жасау керек. Жағымды жақтары және жағымсыз жақтары. Енді бұл сұрағыңыз өте үлкен сұрақ, әрине. Бұны үлкен форумдарда әңгімелесіп, ақылдасып жатқан сұрақтар ғой. Оны оқып та жатырмыз, естіп те жатырмыз, телевизордан көріп те жатырмыз. Менің ойымша, таможенный союз дейміз да. Сол таможенный союздан 4 жыл болды ма? Осы таңда 86%-ға Россия мен Қазақстанға қарым-қатынас үлкен рынок, таможнялық жаңағы нелерді алып тастайды. Содан кейін біздің де компанияларымыздың о жаққа шығуына, олардың да компаниялардың өнімдерін бері қарай шығаруға рынок жалпы үлкейеді ғой, былай айтқан кезде да. Одан кейін сізден біздерге таңдау көбейеді. Ол мейлі қызметті болсын, мейлі жаңағы товарды болсын. Сондықтан ол жерде бағаның да өспей, жаңағы бағаның да өсірмеуіне, жақсы тауарлардың пайда болуына, сапасының жақсаруына әкеп соғады деп ойлаймын. Ал сіздің компанияңыз үшін бұл одаққа мүше болу қалай оңтайлы болады ма, әлде қалай? Біздің компаниямызға жалпы қатты бір әсер етеді деп айта алмаймын. Өйткені біздің өнімімізді, мысал үшін жүгерімізді осы жан-жағымыздағы құс фабрикалар алады. Иран жақтан сатып алушылар көбейіп жатыр. Тәжікстаннан, Өзбекстаннан шығып жатыр. Сүтімізді осы жердегі заводтарға сатамыз, фудмастерге алтын теңге. Сондықтан әрине оның пайдасы бізге прямой тигенмен, біз товарымызды сататын, бізден алатын компанияларға әсерін тигізеді. Өйткені Ордабасы құс өзінің мен білуімше 70%-ын көп товарын Ресейге өткізеді. Фудмастерінде олар да бізден қазіргі жағдайға байланысты сүт сұрап жатыр дейді. Бұлар да өткізетін мүмкіндіктері бар. Сондықтан бізге тікелей әсер етпегенмен, бізден зат алатын компанияларға тікелей әсері бар деп ойлаймын. 1 жыл болды. Осы ұйым туралы не айтасыз? Кәсіпкерлер палатасы қазіргі таңда өте сондай бір керемет ұйым деп айтсақ болады. Өйткені қандай да бір жағдай болмасын, әрине бұрын әртүрлі жағдайлар болып жататын. Алдан жаңағы сол қиыншылық жағдайлардың барлығына шешуге, компанияның көп мәселелерін шешіп, тезірек алға басуына, үлкеюіне тікелей әсерін тигізеді деп ойлаймын. Өйткені көп жерде кәсіпкерлер палатасының рөлі өте жоғарылап келе жатыр, өсіп келе жатыр. Оны қолдаймыз, қуанамыз осындай палатаның ашылғанына. Тек қана жақсы ойдамыз. Рахмет. Сіздің компанияңыз жалпы мұндай қайырымдылық шараларға қалай қатысады? Енді компаниямыз енден аяқтан тұрып келе жатыр. Сондықтан ондай жағына да бірінші рет көңіл бөлеміз. Осы жылы қыркүйек айының алдында, қыркүйек айына оқу басталатын кезде Шұғыла деген фонд бар бізде, қайырымдылық фонды, қоры. Сол жерде жаңағы мынандай шаралар ұйымдастырды. Әр балаға бір сумкадан және
киім бар, жаңағы ойыншық доп деген сияқты, аяқ киім, кітап дәптерлер, сол шараға біз қатыстық. Жалпы енді алдымызда үлкен жоспарларымыз бар, бұндай сала жағынан да. Сосын өзіміздің қоластымызда қызметкерлерімізге де әрқайсысына әртүрлі жағдай болып қалады. Біреуі жаңағы ауылды жерде білесіздер, денсаулығына байланысты жағдайлар болады. Ондайға шамамыз келгенше көмектесіп жатырмыз. Өзіңіздің дамуыңызға қалай уақыт бөлесіз? Қосымша бизнес семинарлар, тренингтер қазіргі таңда өте уақыт тығыз, өзіңіз көріп жүргендей. Мынау Международный академия бизнесі дейміз ғой. Осы палатаның отырған жерінде, кеңсесінде ашылды. Сол оқуға түстік. Осы бір топ адам болып, соны оқып жатырмыз. Бұның алдында дамудың ұйымдастырған 10 күндік семинарына қатыстық, оқуында болдық. Сосын әрине кітаптар әртүрлі, осы бизнес жағынан. Қазіргі таңда біздің осы бизнесмендер шетелге барып келіп, шетелден тәжірибе алып, немесе өзінің мамандарын шетелге жіберіп, осындай шаралар жүргізіліп жатыр. Сіздің тарапыңыздан қандай жобалар іске асып жатыр? Біз шетелде барып көрген, олардың зауыттарын барып көрген өте жақсы әрине. Бізде өткен жылы осы сүт зауытын жоспарлап, алдымыздағы жылдарда Түркия мемлекетін араладық. Сакария қаласында, Коня деген қаласында болдық. Әртүрлі зауыттарды көрдік, осы сүт өңдейтін зауыт шығаратын. Сосын Европаны көрдік. О жақтың үлкен выставкасында болдық. Зауыттарда болдық. Ол зауыттардан біз әртүрлі жаңағы бүгінгі таңға сай жаңа құрал жабдықтар алдық. Қазіргі фермамызға. Енді қазір обмен опыт дейді ғой. Соған өзіміздің зоотехникамызды осы алдымыздағы жылы Америкаға жіберсек деп жоспарлап жатырмыз. Түркияда сондай әртүрлі, мынау өзіңізде осы жұмыс істеп жатқаннан кейін, оның жақсартуға әр жаққа барып көруіңіз керек. Америкаға барасыз, Европаға барасыз, жаңа Түркияға барып көріп жатырмыз. Осы жұмысты қалай ары қарай жақсартсақ екен, қалай дамытсақ екен, қалай жеңіл болады екен бізге деп, сол жобада әрине жұмыстар жасап жатырмыз. Олсыз болмайды. О жақтан барып білім аламыз дегенде жоспарымыз да бар. Түсінікті. Өзіңіздің жеке қызығушылығыңыз бар ма? Және бос уақытыңызды қалай өткізесіз? Бос уақытыңыз енді жоқ деп айтсақ болады. Бірақ әрине еңбек деп жүгіре берген тағы болмайды. Аптасына бір рет сол волейбол ойнап тұрамыз жігіттермен. Сосын бос уақытта жаңа кітап оқуға тырысамыз. Сосын күнделікті кішкене өзімізге спортқа бір жарты сағат, бір сағат уақытты бөлмесек тағы да болмайды. Денсаулық керек, жұмыс істеу керек. Дұрыс, келісемін. Ал өзіңіздің отбасыңыз жайлы айтып өтсеңіз. Біз осы жұмысқа деп, осы жұмысы басталған кезде Астанадан көшіп келдік. Жалпы бүгін Астанада тұрамыз. Әйелім осы Достық гостиницасында старший администратор болып жұмыс істейді. Сосын ұлым 5-ші класста оқиды. Қызым екінші қызым 2-ші класста оқиды. Екінші қызым садикке барады, 3 жастан асты. Жалпы бір ұл 2 қызым бар. Сосын әкем, шешем осында бірге тұрамыз. Ол кісілерде осы жұмыстарда ақылшымыз, кеңесшіміз, ақылдасып, кейде барып, көңіл бөліп бірге жұмыс істейміз. Дұрыс. Өзіміздің сұхбатымызды аяқтай келе соңғы сұрағымыз бар.
сіздің жетістігіңіздің құпиясы неде деп ойлайсыз? Енді құпия деп құпия деп айтатындай бір құпия жоқ. Әрине ерте тұрған жігіттің ырысы мол болады дейді. Сосын біріншіден мынау қанша дегенмен нәсіп мәселесі бар. Онда айта кету керек. Екіншіден мынау енді соншалықты қолдаулар болып жатыр, ол қолдауларды пайдаланып жұмыс істеу керек. Қазір барлығы тұр, міне тек жұмыс жасау. Түсінікті. Аманжан Абсаттарұлы, жақсы сұхбатыңызға рахмет. Керемет өтті, қызықты.